Инвестициялық бағдарлама аясында су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаланың тұрғын алаптарында су құбыры және кәріз желілерінің тозығы жеткен бөліктерін жаңартып, ауыстыруды қолға алған. Мысалы, бүгін Күншығыс шағын ауданында диаметрі 200 мм су құбыры желісі ауыстырылды. Реконструкцияланатын су құбыры желісінің ұзындығы 1400 шаршы метрді құрайды. Бұл жұмыстарды Қызыл Жебе мердігерлік ұйымы істеуде. Мамандар жаңа желіні төсеу кезінде көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысын пайдаланады. Оның тиімділігі сол, жер бетін қопарып бұзбайды. Сол аумақты ғана тесіп, желі өткізеді. Осылай жұмысшылар тротуар мен жолдың беткі қабатын толығымен сақтай алады. Осы жұмыстардың барысын кәсіпорын 90 сайын өткізетін ақпараттық турға қатысушылар да байқады. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігер компаниялардың жұмысын және оның сапасын жіті қадағалайды. Осы орамішілік желіні пайдалануға бергеннен кейін мердігер кепілді жауапкершілікке тартылады. Және апатты жағдай бола қалса, Қызыл Жебе компаниясы қалпына келтіру жұмыстарын өз есебінен жүргізетін болады. Күншығыс шағын ауданындағы су құбырын қайта жаңарту жұмыстары алдымыздағы шілде айында толығымен аяқталады.